бастаймыз. Музыка, свет, қошемет. Қойсаңыздар, бүгінгі кештің жүргізушісі. Ассалаумағалейкум. Қадірлі меймандар, шәкіртке тәлім берген, білімнің нәрін берген олағат ұстаздар, бүгінгі керемет күнде, кереметтей 20 жылдық бас кесу мерекесіне келген, бас қосу мерекесіне келген қадірлі меймандар, қош келдіңіздер деп бір қошемет ұрып қояйық. Кеш тарихында төрде отырған құрметті олағатты ұстаздар, құрметті жеңгелер, құрметті күйеу балаларымда бүгінгі қуаныштарыңыз құтты болсын. Енді бүгін баршаларыңызға белгілі, әрине Тоқаш Бердияр мектебінің 2005 жылғы мектеп 20 жылдық кездесу кешіне жиылып отырған жайымыз бар. Көз тиді деп екеуміз жасаған еді. Сіздер бір қол соғып қойыңыздар, құрметті жақсылар кенекей. Кездесу кештеріңіз құтты болсын. Енді көп сөйлеу созбайық, әдептен озбайық, тереңнен қозғайық. Сіздер шапалақ ұрып шақырам десеңіздер, алдарыңызға төбеден түскен төредегі бүгінгі кешіміздің иегерлері, әрине сонау 2005 жылы Тоқаш Бердияр мектебінің түлектерін бүгінгі сіздерді сағына келген 20 жыл уақытты өткізіп, құрметті ағайын, сіздерге сағына келген бүгінгі кездесу кештің иегерлерін орнымыздан тұрып, шапалақты аямай ұрып, мектебіміздің 2005-тің түлектерін қошемет құрметпенен қарсы алайық, жақсылар кәнекей. Әдемі көңіл күйменен 20 жылдықтарыңыз құтты болсын. Қымбатты менің кластастарым, шыбырлақтарым, жуас достарым, сендерсіз әсте өмір күресте, көңілді кешке ұласпастаңым. Балау саларым, балдырғандарым, бір әулеттің жандырған бағын. 11 жыл мектеп қабырғасындай, бал шағын бірге қалдырғандарым. Ішімде жүрген сабылып көптің, жалған достардан жалғыз. 87-88-дер 20 жылдық мерекелеріңіз құтты болсын. Сағын күндерді сағынып кеттім. Балау саларым, балдырғандарым, бір әулеттің жандырған бағын. 11 жыл мектеп қабырға 2005-тің түлектері айғай-шуғайда дауыстарыңыз естілмейді. 20 жылдық кездесу кештеріңіз құтты болсын. Тоқаш Бердиярдың 2005-тің түлектері. Бесінде мамырдың қанаты қаққанбыз. Жас түлек деген кеудеге лента таққанбыз. Соңғы қоңырау сыңғырыменен асаған, балалық шақтың есігіндегі жапқанбыз. Қызығып жасыл күлгінге, балалық өтті білдің бе? Мүмкіндік жоқ қой сол күнге, барып қайтатын бір күнге. Тату боп кейде келістік, келістік қайта келістік. Есіңнен қалай кетеді естелік күндер ең ыстық. Қашушы едік Бәрекелді, рахмет.
Рахмет, жайғаса қойыңыздар. Түлектеріңізге тағы да бір қошемет ұрып қойыңыздар, қадірлі меймандар. Ал тағы да ассалаумағалейкум, қайырлы кеш, қадірлі меймандар. Десекте қанша баянсыз достан түңілдеп, қаншама арзан мінезге куә жұмыр жер. Асылдар аз ба, жанында қият дос үшін, соларға тағдыр өкінбей өтер ғұмыр бер деп, қашанда ынтымағы жарасқан достар, бір-біріңізді қолдап жүретін, қорғап жүретін, ынтымағы жарасқан жанашыр дос болыңыздар дейміз. Олар істің басында жақсылар келеді қасында деп, мен енді осы мерекелі кешімізді ақ тілекпен бастап бергенді жөн көріп отырмыз. Қалыбек ағайымыз келсеңіздер, Әділ ағайымыз келіңіздер, ақ тілекпен бүгінгі мерекелі кешімізді бастап берсеңіздер. Жігіттер бір қолдау көрсетіп қояйық. Қалыбек ағайымыз, Әділ ағайларымыз келіңіздер. Рахмет. Ал қадірлі меймандар, бір сәтке тілек алаңына салайық. Ұлылықтың басында қашанда ұстаз тұрады деп, міне ұлағат ұстаздарын да арнайы тілек алаңына шақырып отырмыз. Қош келдіңіздер. Міне осыдан 20 жыл алдын қанаттары қатайып, Алтыныя мектебінен ұшып кеткен балапандарыңыз бүгін міне үлкен елге сыйлы, бірі азамат болып, бірі азаматша болып, бірі Асқартаудай әке, бірі Ақжаулықта ана болып, елге сәлем берейік, ұстаздарға сәлем берейік деп, елдің ықыласына бөленейік деп, міне дүркіретіп той жасап жатыр. Осы бір қуанышты өздеріңіздің ақ тілектеріңізбенен, ақ батамен бастап алғанды жөн көріп отырмыз. Ұстаздарымызға қошемет, қадірлі меймандар. Құрметті оқушылар, мынау биылғы 20 жылдық тойларың құтты болсын. Барлықтарыңа өмірде бақытты болу тілеймін. Денсаулықтарың мықты болсын. Семьяларыңда бақытты болыңдар. Қуаныштарың жағынан сүйіндірілсін. Көргендерің қызық болсын. Осы қонаққа келіп отқан ұстаздарың сияқты сендерде бақытты семья болып, балашыға, немере, шөбере көруге Құдай нәсіп етсін барлығыңа. Алдарында тұрған менде осындайды өткізіп тұрамыз. Құда қаласа келесі жылы 60 жылдық кездесуді өткіземіз. Бірақ азайып қалғанымызда 3 класс едік, 70-ің шамасындағы әзір 10 шақты қалыппыз. Енді олардың жұбайлары менен жаңа 20 шақты бір сендер сияқты той өткіземіз. Бірақ сендердікіндей қызық болмайды ғой енді. Билеймаса, жаңағы өлең айтамаса, тағын басқа әйтеуір амалдап өткізерміз енді. Нәсіп етсін сендерге де 20 жылдық, 30, 40, 60-та өзі теріліп қалады. Онда 70-тен асып 60-80-ге келеткен. Осындай той көп болсын. Бәріне нәсіп етсін. Аман сау болыңдар, қуаныштарыңызға ортақпыз. Мына кеш жарық, мына мектебіміздің бүгін 20 жылдық кездесу істеп атқан 1988 жылғы түлектері бүгінгі 20 жылдық кездесулерің баршаңа құтты болсын. Дендерің сау болсын. Өмір қосқан бірге қосақтарыңмен бірге қоса қартайыңдар, өсіңдер, өніңдер, жұмыста, жемісті, еңбекте табысты болыңдар. Еліміздің, ауылымыздың атын жақсы жағынан көпшілікке таныта беріңдер. Арман мақсаттарың орындала берсін. Сендерде не ой ойласаңдар, ойларыңа жетіп, ойнап күліп, ауылға жақсылықпен келіп жүре беріңдер. Дендерің сау болсын, тойларың тағы да құтты болсын. Рахмет. Тілектеріңіз қабыл болсын. Енді Қалыбек ағамыздың айтайын дегені, Алла қаласа келесі міне 40 жылдық, 50 жылдық, 60 жылдық бас қосуларда біздер құсап қатарларыңыз сиремесін деп жатыр. Осы төрт көздеріңіз түгел
Адам адамға аманат, дидар көрісу ғанибет дейді. Алла берген аманат жандарыңыз аман болып, қатарларыңыз сиремей, төрт көзіңіз түгел, атам айтпақшы 60 жылдықта да керемет бас қосып жүре беріңдер. Ұстаздарыңызға қошемет. Ұстазым ақылшы дос той арманым арын алсын саған осы аялданым. Аспаңдар, сіздерге мына арнайы сый-сияпатымыз бар екен. Соны табыстап алайық. Біздерді үміт алдан, ұстазым мен сені ұмыт алман. Үйретем деп өмірдің парасатын. Жақсылыққа жарқыратып күйіп жүріңіздер. Мың жасаңыздар, олаға ұстаздар, келіңіздер, жайғаса қойыңыздар. Ал енді қадірлі меймандар, тойымыздармен қарай жалғайық. Біздің әнші қыздарымыз дайын бекен. Ұстаздарымыз тілек айтқаннан кейін біз ұстаздардың құрметінде, осындағы келген жақсымен жайсаңдардың құрметінде әуелетіп ән саламыз деген біздің ару қыздарымыз бар еді. Әндеріңіз дайын бекен. Қыздар, келіңіздерші. Тойдың басында бір елге көрініп әуелетіп ән салайық. Қазақта түрлі өнер көп, сол өнерді тапқан шебер көп дейді Сәбит Дөнентайып атамыз. Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы сөнеді дейді Мұхтар Әуезов атамыз. Ендеше өнерден қуат алып ажарланып отырыңыздар. Өздеріңіздің гүлдей құлбырғаным, ару қыздарыңыз, өздеріңіздің оқушыларыңыз, ұстаздардың құрметінде, жақсымен жайсаңдардың құрметінде, достардың құрметінде әуелетіп ән салатын болады. Тағы бір микрофон бере салшы, есен айнала. Қанша болса да әкеле бер. Негізі 6 қыз екен, бірақ кезекпен ауысып пайданы бересіздер. Шабалақ шақырады деген мынау қыздарыңызды бір қошемет қолдау көрсетіп қойыңыздар. Міне микрофон. Феруза, тағы кім? Перизат, Феруза, келіңіздер. Сіздер келмесеңіздер, әнімізді байысталаймаймыз деп тұр. Рахмет, келіңіздер. Бұл кезде бәрі тәтті еді. Мектептің заңы қатты еді. Формаға бантикке жиналушы еді топ болып. Паркте ал қазір кеттік жан-жаққа. Уақыттар зулап барадай, көшеде қалған жолдар-ай. Кешегі біздің жігіттер әке болған-ай. Балалық шаққа шегінсек, мектепке қайта келушек. Кешегі сұлу қыздар, бүгін келіншек. Ол кезде сухой вечерлер өтетін. Ауылдан қыздар келетін қонаққа. Сабақтан жиі қашушек, павекке. Клубпен амандасушек, агентте. Уақыттар зулап барадай, көшеде қалған жолдар-ай. Кешегі біздің жігіттер әке болған-ай. Балалық шаққа шегінсек, мектепке қайта келушек. Кешегі сұлу қыздар-ай, бүгін
Рахмет. Әнші қыздарыңызға қошемет ұрып қойыңыздар, қадірлі меймандар. Ой, музыкадан берген, қай ұстаз болса да мықты берген екен музыкадан. Биді де қатырып жатырмыз, бүгін той сіздердікі. Ән айтаңыздар, би билеңіздер, әңгіме дүкен құрыңыздар. Міне 20 жыл деген аз уақыт емес. Ал енді қадірлі меймандар, ән көңілдің ажары деп, біз әуелеген әніміз жалғайық. Келесі әніміз достардың құрметіне арналсын ендеше. Ал жігіттер бастадық. Көңілі бар қызғалдақтай ашылған, көріспесек сағыныштан жүдейтін, кім бар жақын бала күнгі досыңнан. Жан досым, үстем болсын мерейін, әрқашан желбесін үрейін, сырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін. Қосылдағы секіленіп ағаштың, қатар тұрып гүлімізді санашты, адасақ та бірге жүріп адастық, жол тапсақ та бірге жүріп жол таптық. Жан досым, үстем болсын мерейін, әрқашан жеңісіп көрейін, сырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін. Жан досым, үстем болсын мерейін, әрқашан жеңісіп көрейін, сырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін. Қосылдағы секіленіп ағаштың, қанымызды қатар тұрып санашты, жол тапсақ та бірге жүріп жол таптық, адасақ та бірге жүріп адастық. Жан досым, үстем болсын мерейін, әрқашан жеңісіп көрейін, сырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін. Жан досым, үстем болсын мерейін, әрқашан жеңісіп көрейін, сырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін. Dostlar жасасын.
әрмен қарай жалғастырайық, құрметті жақсылар. Әрине, бүгінгі қуанышымызға алтындай уақытын бөліп келген, күндей күліп келген бүгінгі оқушылардың, яғни сіздердің қадір қасиеттеріңізді ұғып келген қазақ айтады, бір әрі үйреткен ұстазға 40 жыл сәлем бересің дейді. Ұстаз деген жалықпас үйретуден балаға деп ғибратты ғұмырын шәкірт тәрбиелеуге арнаған осындағы сіздердің бастауыш ұстаздарыңызды тілек алаңына шақырып, ақ тілегімізді ұстаздарға қарай бұрсақ деп едік. Олай болса, Клара апайымыз бенен Айсұлу апайларымызды жоғарыдан ортаға жігіттер алып келсеңіздер, ал бастауыш ұстаздарымызды қарсы аламыз ортаға қарай. Бар мекен біздің Клара апайларымыз, Айсұлу апайларымыз, асықпай. Ал қарсы аламыз кәнекей. Апайдың шәкірттері бар ма? Айғай-шу қайда? Ей, дауыс шығарып қоймаймыз ба кәнекей? Ай, тамаша, қош келдіңіз, апай. Сізді ешкімге қоспай, арнайы ортаға шақырып жатқан жайымыз бар. Ай, оқушылар, кеп тұрсаңыздаршы қастына. Айбек, кеп тұрсаңыздаршы. Ал енді құрметті жақсылар, апайымызды құрметіне шапалақ ұрғандар 100-ге келсін. Рахмет, шапалақ ұрмағандар 99-дан ассын дейміз ғой, апай. Енді сіздерге не тілейміз, ұзақ ғұмыр тілейміз. Енді құрметті жақсылар, мінекей ортамызда тұрған сұлу да сымбатты, алтыннан да қымбатты сіздерге екінші аналық мейірімін төгіп, құрметті жақсылар, осында сіздерге тәрбие берген, тек қана әріп үйретпеген, сіздерге аналық мейірімін де қоса берген бастауыш апайларымыздан әдемі тілек болсын. Апай, тілегіміз қабыл, мұратымыз асыл болсын. Ана шулап отқандарға тыңдаңдар деп ұрсуға болады. Армысыздар, қайырлы кеш, көпшілік қауым, құрметті ұстаздар, құрметті оқушылар. Мына бүгінгі мерейтойларыңыз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын, әрқашан жүздеріңізден күлкі кетпесін, отбасыларыңыз аман болсын, бала-шағаларыңыздың қызығын, рахатын көріңіздер деймін. Жұмыста алда болыңыздар, Алланың сүйген пендесі болыңыздар. Ең бастысы дендеріңіз сау болсын. Не айтамыз? Бақытты болыңыздар барлықтарыңыз, оқушыларыңыз. Рахмет, апай, жүзіңізден шуақ кетпесін, бойыңыздан қуат кетпесін. Құдай қаласа 100-ге жетіңіз, 100-ден асыңыз, көргеніңіз тек қана қуаныш болсын, той болсын. Құдай қаласа осы оқушыларыңыздың 30 жылдық, 50 жылдық кездесу кешінде дәл сол қуаныштың төрінде көз қуанышымыз болып, қартаймай, залатая, маладая болып, дәл осылай тілек айтуды Аллах сізге нәсіп қыла берсін. Жақсыға құшақ ашасын, жамандықтан қашасын, сіздерге 42 әріпті үйреткен бастауыш апайлар жасасын деп тағы бір қол соқпайықшы кәнекей. Мына сіздің оқушыларыңыздың сізге деген құрметі алтындай жарқырап жүрсін деп сізге шәкірттеріңіз, балдарыңыз, қыздарыңыз алтын тағып жатыр. Ей, жақсылар, алтындай жарқырап жүре берсін апайларымыз. Көремай отқандар қол соқпайды екен ғой. Апайымыз ортаға алып бір сүйрек кетіп аламыз ба? Бүгінгі сүйрек ертеңгі тарих дейді. Апайымның оқушылары қайда отыр? Апайымның оқушылары қайда отырсыздар? Ай, кеп сүйретке түспейміз ба? Енді біраз бастаушы мұғалімдеріміз келе алмай қалғандары бар, сәлемдемесін жеткізді, тілегін жеткізді. Бөле жармаймыз ғой, мен осында тілек айтқан апайымыздың шәкірттері апайымызбен бір естелікке сүйретке түспесеңіздер болады. Жақсы, рахмет апай, айтқаныңыз келе берсін, сізді дастархан төріне шақырамыз. Апай, көп рахмет. Біздің апайымыз қазір әлі де мұғалімсіз ғой, әлі де мұғалім ғой, пенсияға шыққан қызға құсамайсыз да себебі. Жақсы, рахмет.
Ал енді құрметті жақсылар, бұлай кештің басынан келісіп алайықшы. Оң қанат пенен сол қанат бір кішкене ортаға зейін салыңыздар. Сонда кешіміздің жақсы өтуі тек қана бізге емес, сіздерге де байланысты. Келіңіздер, бір үйдің баласындай, бес саусақтың саласындай болып, бүгінгі кездесу кешті мәңгі жүректе қалатындай, мәңгі есте қалатындай қылып өткізу баршаларыңыздың қолдарыңызда. Күнде бола бермейтін, 20 жылда бір-ақ рет болатын қуаныш, құрметті жақсылар. Сондықтан да бір-бірімізге деген жылы тілегімізді, бір-бірімізге деген ақ ниетімізді аямайық. Енді мен ортаға Сәуле әпкемді шақырайын, сіздердің құрметтеріңізге әдемі ән шашу. Сәуле ханымнан сіздердей жақсы адамдардың құрметіне Сәуленің орындауында әсем ән қабыл алыңыздар. Сәуле ханымға бір қошемет ұрып қойыңыздар әдемілеп. О, күшті айттыңыз, таңдайыңыз талмасын. Бұлардың бәрі келіндер ме, қыздар ма өзі? О, айналайым, бұл қыздар ма деп қапыз. Бұлардың бәрі қол көріп жүр ма? 20 жылық осыларды көп отыр екен да. Рахмет, ал енді біз енді әдемі дуэтіміз бар біздің. Бекжан мен Ұлданай шақырайыншы. Ой, бүгін өнерпаздардың басы қосылған күн. Достар құралаған келген жоқ, өнерлерін әуелеген әнін арқалап келіп отыр. Та бір микрофон алдырайықшы.
Есен, бір микрофон бересің. Шапалақ, шап шақырат деген. Бекжан мен Ұлданайға қошемет. бір екші. Ортаға биге шығамыз. Бәріміз биге. Жабыққан сәтте қасқағым, жанымды оғар басқа кім, жаңа бір әуен бастадым, сендерге арнап достарым. Бас қосты достар бүгін гүлдердің жапырағындай жайнап тұр ақ дастархан алып ұшып көңіл шіркін жанғандай көтерейік ән достар махаббат үшін үзілген сөнген үміттер қайта жалғасын көтерейік ән достар мол бақыт үшін осы күнге жете алмаған жан достар үшін достарыммен шаттанамын мен әрқайсымен мақтанамын мен арқа сүйер достарым барда атар таңға аттанамын мен сендерсіңдер менің қорғаным сендерсіңдер жасыл орманым жанымдағы асыл достарым аман есен жүрсе болғаным мынау жарқын өмірде бақ түсірмей көңілге бір жүрейік достарым менің шыдау керек өмірге ауырға да жеңілге менің жарқын асыл достарым достар жүрсің қайда бір еді ғой жанымыз еске алысып осындайда кел шырқайық бәріміз бірге тойлап бір өткізген жалындаған жас шағым талай қызық күнді өткізген қайдасыңдар достарым достар жүрсің қайда бір еді ғой жанымыз еске алысып осындайда кел шырқайық бәріміз Көңілдірек. бір ауылдың түнде ұшқан жастар едік бір дәуірдің мөлдіреген аспан едік бәріміз де жазылмаған дастан едік армандастар құрдастар бір дәуірдің мөлдіреген аспан едік бәріміз бір өмір жолын бастап едік армандастар қайда абзал достар қайда замандастар қарлығаштар қайда екен 20 жыл бұрын нұрға толы сәніміз арман қуып кеткен едік бәріміз 20 жыл өтті 20 күндей кездестік бас қосуға арналады әніміз достар кетсек те біз есейіп
сүйек. Бекжан мен Олданайға қошемет. Республикалық байқаулардың жеңімпазы деп қойын, бір қошемет ұрып қойыңыздар. Мен енді осы арада қазақтың киелі домбырасын алып келген Бекжан ұлы Қазбек бауырым шақырайшы. Бекжан ұлы Қазбек келе ғой. Екі шектің бірін қатты, бірін сәл-сәл кем бұра. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп. Бекжан ұлы Қазбек балдарыңызға бір қошемет ұрып қойыңыздар. Ал енді мынау күйеу балдарға мына құрдас келіншектері төс тарту етейін деп жатыр. Салтанатты түрде апарып тарту етіңіздер. Пайғамбар күйеуді сыйлаған дейді, бұл төс тарту деген біздің дәстүрімізде бар. Сондықтан да келіншектер айналайын. Күйеулерге төс тарту етіңіздер. Сіздердің құрметтеріңізге мына Қазбек ұлдарыңыз Құрманғазы атамыздың адай деген күйін тартып беретін болады. Қошемет ағайындар. Міне қазақтың киелі домбырасы менен керемет міне адай күйін шерткен Бекжан ұлы Қазбек балдарыңыз. Өнерің өрлей берсін, үлкен елге сыйла. Бүкіл әлемге танымал қазақтың азаматы бола бер. Күйеулерге төс тарту етіліп жатыр. Төсте күш қуат бар дейді даналарымыз. Сондықтан да сол төсті басқаға емес тек күйеу балдарға тарту еткен біздің керемет дәстүріміздің бірі.
Құрметті жақсылар, назарларыңызды үлкен экранға аударуларыңызды сұранамыз. Бүгінгі кешті ұйымдастырушыларының ұстаздардан әдемі бір жүздесіп, дастархандас болып, тілегін тыңдаған болатынбыз. Өтініш, сәл сабыр сақтап тыңдасаңыздар. Жоғарыдағылар видеороликтің не айтылып жатқан бізге естілмей жатыр деп жатыр. Сондықтан шуламай, екеу ара әңгімені бір сәтке қоя тұрсаңыздар. Өтініш. Сондай дос болыңдар айналайын. Құттарың жазылмасын. Рахмет, үйге келіп, шақыру беріп отқандарыңа. Ата-аналарың сендердің рахаттарың, сендер ата-ананың құрметтеп, рахатқа бөлеп жүре беріңдер айналайын. Бала-шағаларың аман болсын. Қайда жүрсеңдер де аман болыңдар. Осының бәрі денсаулықтың арқасы. Ата-ананың арқасы, өздерінің жақсылықтарының арқасы айтылыр. Бата беріңіз, Ләж болса тамақ ішкендеріңді болады. Не тілесеңдер, ниеттерің қабыл болсын, дендерің сау болсын. Аман болыңдар, дастархандарың мол болсын, достықтарың жаңағы арта берсін. Қайда болса да аман болыңдар, бір Алла жортқанда жолдарыңды берсін. Бәрің ынтымақты болып, ең жаманы осындай дастарханда бас қосып жүрін. Рахмет айналайын. Өзің жасың бере берсін. Жақсы, рахмет. Енді, рахмет, музыкаға рахмет. Айып етпеңіздер, енді мына біздің кішкене видеомыз, кішкене жыр болған жайы бар. Толығын көрім дейсеңіздер, үйге барып, асықпай, шай ішіп, Айбек ағамның YouTube каналынан көретін боласыздар, құрметті жақсылар. Мына жерде шумнан естілмей де жатқан шығар деп ойлаймын. Ал енді көп сөйлеу созбай, әдептен озбай, тереңнен қозғай. Біздің ұлағатты ұстаздарымыз, сынып жетекшілеріміз, енді А кластың жетекшісі, Б кластың жетекшісі бөле жармаймыз. Бүгінгі қуаныш баршаларыңыз, орта қуаныштарыңыз, сондықтан да Райхан апайымызды, яғни Ернаразарова Райхан апайымызды, Түймебай ағамызды, Асқар Клара, Дүрия Гүлшахан, Қалжан апайларымызды, ағайларымызды тілек алаңына шақырамыз. Әндетіп, сәндетіп, сынып жетекшілерімізді қарсы аламыз. Кәнеге жігіттер, ұстаздарымызды, апайларымызды қолдарынан қолғанат болып, демеу болып, ортаға әкелейік кәнеге. Ей, жақсылар! Бердияр мектебінің ұлағатты ұстаздарына қошеметіміз аямайық. Орнымыздан тұрып. Кәнеге. Рахмет. Мына сыныпқа ағай апайларымыз кіріп келген кезде бәріміз орнымыздан тұрып қарсы алушы едік қой, бір қошемет болсын ендеше ұстаздарымызға. Рахмет. Жайғасуларыңызға болады енді, орындарыңызға отырсаңыздар болады. Қазір әуелі сөйлеп тілегін айтып жатсын, айтып алсын, одан кейін сыйлықтарыңыз табыстайсыздар, орындарыңызда отыра тұрсаңыздар. Ал, құрметті ұлағатты ұстаздар, ассалаумағалейкум. Бүгінгі қуанышымыз құтты болсын. Үлкен мереке ғой. 20 жыл деген бір жігіттің ғұмыры. Ширек ғасыр десек те жарасады. Бүгін араға 20 жыл салып, міне кешегі
түлектеріңіз бүгінде бір-бір мамандықтың егерлері, бір-бір үйдің ұйытқылары, бір-бір шаңырақтың тіректері. Осындай өсіп өніп жатқан ұл қыздарыңызға ақ тілектеріңізді аямаңыздар. Апай, жол сұрағаның айып жоқ, өзіңіз. Апай, енді мен емес, сізді тыңдайды ғой, наларда. Мені жас деп, бәлкім тыңдамай отқан шығар. Ұрысып қойыңызшы, өтініш. Құрметті оқушылар, тынышталайық біраз. Бұл енді 20 жылда бір рет болып жатыр ғой. Соны сәл тыңлайық енді. Ал мерейтойларың, 20 жылдықтарың құтты болсын. Осындай тойлар тағы да 30 жылдықта, 40 жылдықта, 50 жылдықта жалғасын тауа берсін. Дендерің сау болсын. Барлықтарың аман болыңдар. Ұрпақтарыңызды көбейте беріңдер. Қазақстанның азаматтарын, азаматшаларын көбейте беріңдер. Ал енді мен сәл мақтанып қояйын. Мынау Тоғаш Бердияров мектебінде 2000 жылы мына басшыларға мен өтініш жасадым. Ағайлар, мен лицей класс ашып көрейін. Сол лицей классты оқытып, қандай нәтиже берер екен деп ұсыныс жасадым басшыларға. Сонда басшылар мақұлдады. Басшылар мақұлдағанына мен қуанып, енді шынын айтқанда әр класстың қаймақтарын теріп алдым. Әр класстың қаймақтарын теріп алған кезде барлығы өте парасатты, үлгілі, жақсы оқушылар болып шықты. Менде 27 оқушы болды. 27-сінің 24-і жоғарғы білім алды. Бәрі қызметте. Үшеуі ғана арнайы білім оқуды бітірді. Үшеуі ғана, басқасын барлығы жоғарғы білім алды. Мен Тоқаш Бердияров мектебіне бір жағынан өте қуаныш болды. Бір жағынан басқа мектепке қарағанда үлгі болды. Мен өте мақтанамын. Және ардақты оқушыларымды өте жақсы көремін. Ешқандай мен жаңағы сол лицей класс болғандықтан мен бұларменен өте көп жұмыс істедім. Өзім мамандығым орыс тілі болса да, жаңағы тәрбие сағаттарын, класс сағаттарын орысша өтіп, көбінесе мына отыр ғой оқушыларым, жорыққа көп баратын едік экскурсияға. Сонда жаңағы менің мақсатым оқушыларым жаңағы дамысын, орыс тілге сәл де болса да жақын болсын, білсін. Бірақ еңбегім зая кеткен жоқ. Рахмет, құрметті түлектерім, оқушыларым. Рахмет сендерге, барлықтарың жоғарғы білім алып, қызмет істегендеріңе. Менің абыройымды өте қатты көтердіңдер. Рахмет тағы да. Жаным апай, рахмет. Қашанда шәкірттеріңізге көңіліңіз тоқ болсын, уайымыңыз жоқ болсын, алып жатқан пенсияңыз министрдің айлығынан да көп болсын, Құдай қаласа. Апайымызға бір қол соғып құрмет көрсетіп қойсаңыздар болады. Сосын мынау құрмет жақсылар бір тамада айтқан екен, айта берейік па, біз или қайта берейік па десе, төрде фотоға түсіп шулап атқандардан біреу былай депті. Тамада сен сөйлей бер, нең кетіп ат, ешкім тыңдап атқан жоқ қой деген екен. Олай болмасын, сәл екеу ара әңгімені бір сәтке қоя тұрайықшы, құрметті ағайын. Әңгіме қылып отқандарға кедергі жасап атқан жоқпыз ба? Сосын фотоға түсіпті үлгересіздер негізі, құрметті жақсылар, кішкене көңіл бөлек. Апайдың тілегін суытпайық. Апай, кәне өзіңіз әдемі тілек жалғаңыз. Айналайын шәкірттерім, сендерді көріп тұрғаныма өте қуаныштымын. Мектеп бітіргендеріңе де 20 жыл уақыт өтті. Кеше ғана мектепке балапан болып келген едіңдер, одан таудай болып ұштыңдар. Міне соған 20 жыл толып отыр. Әрқайсың барлықтарың өмірден өз орындарыңды таптыңдар. Бірін елге пайдалы азамат, аяулы ата-ана болдыңдар. Мен сендерге өте бақыттымын, себебі барлықтарының өз орындарын тапқандарыңа, менің сенімді ақтағандарыңа өте қуаныштымын. Ұстаздың еңбегі шәкіртінің жемісінен байқалады дейді. Сендерге мыңда бір рахмет. Барлықтарың мені ұятқа қалдырған жоқсыңдар. Барлықтарың өз орындарын тауып, жақсы азамат, азаматша болдыңдар. Менің сендерге айтады, шын жүректен тілейтінім, аман болыңдар, дендерің сау болсын,
отбасылардың барлығы аман болсын. Мына балдарың, бала шағалардың бәрі өздерің сияқты білімді, тәрбиелі болсын. Қайда жүрсеңдер де мектепті, мына ұстазға деген құрметтерің жаңағы арта берсін. Осы кездесуді әрі қарай жалғастырыңдар. Достықтарың мәңгілік болсын. 20 жылдық болса, одан әрі қарай 30 жылдық, 40 жылдық, 50 жылдық жалғаса берсін. Мысалы, біз өзіміз 20 жылдықтан бастап 50 жылдық кездесуді өткізіп жатырмыз. Барлықтары да солай жалғастырып жатыр. Сендерге де соны тілеймін. Дендерің сау болсын. Жаңағы жолдарың ашық болсын. Қайда болса бақытты болыңдар, айналайындар. Рахмет апай, жүзіңізден шырай кетпесін, күндей күлімдеп нұрыңызды шашып жүре беріңіз айналаңызға. Апайдың сөзін қыздар әдемі тілегін жалғасын кәнеке, келіңіз. Ал саламатсыздар, мынау 2005 жылғы түлектер. Бүгін міне 20 жылдан кейін барлығымыз бір-біріңді іздеп, мына кездесуге әдемі жиналып отырсыңдар. Осы сәтте мына мен өзімде осы мектептен оқып сендер сияқты түлек болып ұшқан апайлардың алдында міне үлкен құрметке ие болып отырмыз. Рахмет. Мен жетекшілік еткен сыныбым 5-ші А сыныбы болды. Сол кезде мен мектепке енді жұмысқа орналасып, шамалы уақыттан кейін ғана өзімнің ұстаздарым міне арамызда тұр. Гүлжахан апай, Райхан Манаповна. Осы кісілерден шамалы ғана уақыттан мектептен кетіп, қайта мектепке орналасып, мұғалім болып, бақыттан басым айналып жүрген кезімде сендерді міне жетекшілікке алдым. Клара апай сол кезде сендерді бүгін арамызда болмай отыр бір себептермен. Әдемілеп білімнің де, тәртіптің де фундаментін жақсылап қалыптастырып, бастауыштан әдемі қылып шығарған кезде бір әдемі сәтте маған сондай бір нәсіп етті. Менің жетекшілік еткен сыныбыма ешқандай қиындық болған жоқ. Міне осында отырсыңдар, не бір қызықтар, жақсы әдемі сәттер болды, я. Барлық сайыстардан да апталық нелерде бір жорта болушы еді. Ол сендердің өздерің талаптарың әрине, бастауыштаға қалыптасқан білімдерің, міне апай жоқ болса да артынан үлкен сәлемдемемізді, рахметімізді жолдап қояйық, еңбегі бар ол кісінің де. Қысқасы мен жетекшілік еткен кезде бұл қазіргі түлектермен ешқандай қиындыққа не болған жоқ. Керісінше әрбір сәтіміз, әрбір күніміз қызықпен өтті. Ойлаған керекті сайысымыздан белгілі орындарды алып жаттық. Міне бүгінде менен кейінгі жетекшілік етіп сендерді алтын ұядан ұшырған өзімнің ұстаздарым, сендерді жоғары неге жеткізген жетістіктеріңді айтып отырып, бүгінгі күнде барлықтарың өз орындарыңды тауып, бір-бір отан иесі, бір-бір маман иесі болып, сендерді білімді етіп ұшырған ұстаздарыңның мерейін жоғары көтеріп отырған орындарың бар. Әрине, біз қуаныштымыз. Әрине, әрбір ұстаздың шәкірті белгілі бір межесіне жеткен кезде олардың даңқы да несі де орындалады арманы. Бұдан да келесі 30 жылдық, 40 жылдық, 50 жылдық мерейтойларыңда төрт көзделім түгел аман есен, дәл қазіргі мерейлерің одан да жоғарылап, бұдан да үлкен атақ деңгейлеріңді естіп, қуанып, сол күндерге жеткізе берсін. Ал енді біздің, ал қадірлі ағаларымыз, ағайларымыз. Ал ассаламу алейкум. Екі жақсылар, құрметті оқушылар, қыздарым, балдарым, қыздарымыздың күйеулері отырған жерде. Онан кейін 86-89 отыр, Құда қаласа мейман болып. Бүгінгі кеш жарық, себеппен себеп, арбаға мінгесіп, бүгін 20 жыл өткізіп отырмыз. Қуанып отырмын, кішкентай бала едіңдер, тарыдай болып, таудай өсіп кеттіңдер. Өзімізбен бірдей болып, бір-бір отбасының иесі болсындар айналайын. Сендерді көріп, көзім қуанып отыр. Бірақ сендерді көріп, жасым келіп, ұлғайғанын біліп отырмын. Себеп сендер өстімден үлкен болып кеттіңдер ғой бәрілерге айналайындар. Дендерің сау болсын. Міне азыр Райхан Манаповна айтып жатыр ғой. Басшылыққа рахмет деп. Біз қапа болғанбыз сол кезде.
18 оқымайтын оқушысын берген маған, 16 оқушыны қойған. 34 оқушы болған. Жаңбыр жауса 18 бала жоқ, не көрмедім мен. Бірақ Құдайға шүкір, өмірге бейім етіп, адал етіп сендерді өсірдім мен. Қазір қарап отырсам, барлықтар бір маман иесісіңдер. Институтқа бітіріп, мұғалім болып қатарласып, өзіңдеп жүргендерің бар. Бір қызмет істеп, елдің, міне Бекжанның өзі қаным, Бекжан, маған роликте айтқаным. Бүкіл ауыл сумен қамтамасыз етіп отыр. Бекжан шықпай қалса, бәрің шөлдейсің айтып қояйын. Сөздің ашық. Міне, морожен жесең, міне өзім үнім жүр айналайын. Бәрі қызметте, барлығы диқаншылық істеп, адал азамат болдыңдар. Бір отбасынан еп. Алды институтта соғып береді Бауыржан. Мен Шымкентте Мұхтар Әуезовті айналайын балам. Сендерге рахмет, дендерің сау болсын. Мынау диқаншылық істесең, 3 жылда, 3 ай, я 4 айда берекесін көресің да, мынау өнім шығады. Мал бақсаң 1 жыл 2 жылда көресің. Ал бірақ мұғалім болсаң, 20 жылдан кесік алады екен, міне көріп тұрмын. Бүгін жемісім менің. Сендерді көріп қуанып жатырмын. Құдай қаласа, сендердің 40 жылдықтанға 50 жылдықтарың болайын. Міне, биыл 68-дер істеді, әңгіме қыламын ғой. Енді біз 69-дар ең жылы болады да, талай мұғаліміміз жоқ болып кетті, класстарымыз деп айтады. Жүрегім ауырады. Мен ең жылы осы жерге келіп, апайларым, ағайларым көргім келеді. Мен де сендердің 40 жылдықтарында аман есен болып, қуаныштарың бөліп нәсіп етсін Құдай қаласа. Дендеріңіз сау болсын, айналайын. Сау болыңдар. Мен сендерді жақсы көремін. Айта берейін бе? Бәрін айтайын ба? Енді меніңкі саламатсыздар ма, құрметті қыздар, жігіттер. Көргенімізге қуанып отырмыз үшін мәнінде. Балдармен кішкене ауылда көрісіп тұрамыз. Қыздардың бәрі үлкен қыздар болып кетті. Әзілдеп айтып отырмын, дәу қыз болып кетіпсіңдер ғой бәрінде. Енді жаңа Райхан Манапына бізді де оқытқан кісі, осы кісінің қолынан тәрбие алғанбыз, тәлім алғанбыз, білім алғанбыз. Бізде бұл кісіні өте құрметтейміз, сыйлаймыз. Бұл кісі жаңа шынын айтып, лицей ашып, ең қаймақтарын теріп алғам деді. Асегің айтты, одан кейінгі жақсыларын мен ағам деді. Енді сонда маған не қалды енді? 24 бала 10 қызға ағам маған. 24 бала 10 қыз енді. Ол кешегідегі көз алдымызда ғой, мына қыздарым тұр ғой жарқырап. Асегің не көрмедің дейді ғой. Бұл кісілер маған не көрсетпеді дейсің. Егер мен жазушы болып осы классыммен өткізген бір күнді оқиға жазсам, білмеймін, дүниежүзіне танымал жазушы болып кетер. Кітаптарым демесем, нерде келіндер отыр ғой енді, балдар күйеулеріміз дейсіңдер ғой енді. Бұлар енді әбден әзір басылып, кісі болған кездері ғой енді олардың. Біздің қолда ой. Бірақ енді осы қыздар, жігіттердей кейін бұндай кездеспеді, шынын айтағасыға. Бұндай кездеспеді. Барлық құрама бар еді ғой бізде. Жарқыраған жұлдыз да бар еді. Бар еді енді. Тілегімді айтайын енді. Ал қыздар, жігіттер, қай жерде жүрсеңдер де аман болыңдар. Барлықтарың бір отбасының, бір шаңырақтың иесісіңдер. Құдай қаласа мына бала шағаларың жұлдыздай жарқырап, үміттеріңді ақтап, өздеріңнің тектеріңді, аттарыңды жалғап жүре берсін Құдай қаласа. Жүрген жерлерінде аман болыңдар. Әрбір жақсылықтарыңа, жақсы күндеріңе, жетістіктеріңе біз тілеулеспіз. Ұзақтан болса да естіп жатамыз, хабар келіп жатады. Қыздар, жігіттердің осындай бір жетістіктері, жеңістері деп қуанып қаламыз. Біздің бала, біздің оқушы, біздің қолдан өткен деп. Енді әзілдеп айтамыз, бұзығын, қызығын, ол да бір қызық тарих, естелік. Дендерің сау болсын, бұдан кейінгі кездесулерде де осылай енді басымыз аман, төрт басымыз түгел, аман саулықта кездесейік, жүздесейік. Жаңа қыздарды көріп біразын танымай, атың кім еді, фамилияңды айт деп жүрміз ғой енді. Ол кезде білмеймін енді қалай болатынымыз.
Денimiz сау болсын, көргендерің той болсын. Әрдайым жақсы күндерің сүйіншіге тола берсін. Рахмет, айтқандарыңыз айдай келсін, көңілдеріңіз апайлар гүлдей жайнай берсін, сіздердің шәкірттеріңіз сіздердей апа болсын, ел ағасы болып осындай тойды тойлай берсін дейміз ғой. Әуелі сурет кетсі болмаймыз ба? Сесепатымыз бар ғой, ағай апайларымызға жарайды. Сесепатты табыстап қойсаңыздар болады. Алтынмен аптап, күміспен қаптап, кәнекей ағай апайларымызға деген сый құрметтеріңізді жасасаңыздар болады. Dostlarım, dostlar, жүрсін айда, біргені ғой жанымыз, еске алысам осындайда, кеш шырқайық бәріміз. Тамаша, кеш басында бір сурет кетсі болайықшы, можна? Бұлай жасайықшы, менен бір кішкене идея болсын, суретке осыдан кейін от души билейсіңдер. Бұлай істек сәл сурет кетсі боламыз ба? Мен сіздерді ойлап жатырмын. Иә? Сурет кетсі боламыз ба? Жарайды, алтындай жарқырап жүре берсін. Мақұл, сурет кетсетін уақыт тауып атсыздар ғой. Ондай болса, би болсын, әдемі көңіл күй болсын, құрметтеріңізге музыкальный сый болсын. Бәріміз биге танцуемсе, кәнеге барша төрдегі ағайларымыз, апайларымыз орталығында биге шығырамыз, кәнеге. Бәріміз биге, кәнеге, келіндер, жеңгелер, күйеу балдарды ортаға бигем шығамыз, кәнеге. Әді керемсің, жүрегімде сез алатын, ауырғанда жазалатын әрі керемсің. Миллионым, миллиардым, алтын, күміс, бриллиантым, қымбаттым менің. Дәуірімізсің, ғасырымызсың, ғарышымызсың, ғашығымызсың, жұмбақтым менің. Миллионым, миллиардым, алтын, күміс, бриллиантым, қымбаттым менің. Дәуірімізсің, ғасырымызсың, ғарышымызсың, ғашығымызсың, жұмбақтым менің.
set me free. What's that crap? I know it all. I got my own life, you got your own life. Leave me alone, I will set me free. Mind your business and live my business. You know everything, I know it all. Very little knowledge when you're up. Stop bugging me, stop bugging me, stop bugging me, stop fussing me, stop fighting me, stop yelling me. It's my life. 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 You understand, I live the way I want to live. I make decisions day and night. Show me signs and good examples. Stop telling people to run your business. Take the trip to east and west. You'll find out you don't know anything. Devil is getting tired of me. Sometimes you have to look and listen. You can even learn from me. Little knowledge is dangerous. It's my life. It's my life. It's my life, my boy. It's my life. It's my life, my boy. It's my life. It's my life. It's my life. Дарить тебе женщинам цветы без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Дарить тебе женщинам цветы без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Я подарю вам ландыши, ландыши от души. Я подарю вам лилии, желтые, красные, синие. Я подарю вам ромашки и айгульки, и Наташке. Я подарю вам все цветы, навсегда все цветы. Bir dosum şakırıptı Almatı'da. Belirsiz dostlarım көп Almatı'da. Жыр досым ән саламыз, бірге таң қарсы аламыз Алматыда. Алматыда. Жыр досым ән саламыз, бірге таң қарсы аламыз Алматыда. Алматыда. Жан достар жүрмеген, өмірі гүлмеген, достарым қайда деп сағынып жүрмеген Алматыда. Алматыда. Жан достар жүрмеген, өмірі гүлмеген, достарым қайда деп сағынып жүрмеген Алматыда. Алматыда. Досымның біліп едім сағынарын. Жанымнан сағынғанда табыларын. Көңіл жабығып жүр, сені де сағынып жүр Алматыда. Алматыда. Көңіл жабығып жүр, сені де сағынып жүр Алматыда. Көңіл бөлейміз кәдеге. Алматыда. Жан достар жүрмеген, өмірі гүлмеген, достарым қайда деп сағынып жүрмеген Алматыда. Алматыда. Жан достар жүрмеген, өмірі гүлмеген, достарым қайда деп сағынып жүрмеген Алматыда. Алматыда. Рахмет. Ай, тамаша, рахмет, рахмет. Міне би әдемі көңіл күй болды. Бар болыңыздар, бай болыңыздар, мырза болыңыздар. Қазірше осы билерге ырза болыңыздар.
Жайғасамыз. Жайғасамыз, ақ дастархан басынан, жақсы адам қасынан орын алыңыздар, қадірлі қонақтар. Өтініш сіздерден. Жайғасыңыздар. Құрметті ұстаздар, өтініш сіздерден енді кетіп қалмайық. Қуанышымыздың кішкене бір соңғы сәтіне дейін бірге болайық. Сіздерден өтініш. Көшеде көлік тоқтап тұрсаңыздар да жарты сағат уақыт өтіп кетеді. Соны бізге қиыңыздар, Құдай қаласа. Өтініш, жерде қалмайсыздар. Ұстаздар, асықпаңыздар. Осынша балдарыңыз, қыздарыңыз бар, үйлеріңізге дейін шығарып салады. Кетуге асықпаңыздар, өтініш сіздерден. Дастархан басынан, жақсы адам қасынан орын алыңыздар. Ал енді біз кешімізді әрмен қарай жалғастырайық деп айтайын десем, біраз адам сыртқа шығып кетіп қалыпты ғой. Неше барға базарлық ойнай береміз бе онда? Былай істейікші онда. Көңілді дастарханға, мен дастарханында осында атсалысып, белсене қатысып отқандарға сыйлықтар атам. Давайте мынау екі қанат, сіздер аз екенбіз демеңіздер. Дұқтарыңыз түспесін. Мынау бір дастарханның өзі біраз адамға татисыздар. Давайте ән жарыс болады. Сол қанатпенен оң қанат жарысамыз. Қонақтар келгенше ән жарысамыз. Енді давайте оң жақтан бастайық. Кез келген істі оңнан бастаған жақсы ғой. Ал сіздерге бірінші ән, білесіздер, ойналып жүрген ойын, әрине, жалпы оң қанат. Қай сол жақсы айтып жатса, сол дастарханға сыйлықтар атамын. Мына жақ айтқанда мына жақ жағаласпаймыз. Мына жақ айтқан кезде мына жақ жағаласпаймыз. Хорошо? Оңай ойын. Давайте. Ән басталады, қайырмасын бірге айтамыз. Кетті бұлай болса, есе. Өзіңмен арыстың, ойында таныстың, жайнаған күндей құрбым сен, жағада тұрдың сен. Жаз еді Сен іздеп сыр бойын шарлады. Браво! Біреулеріңізге. Рахмет. Тамаша, рахмет. Оң қанат, вообще супер. Мына жақта біреу айғайлап жүр ғой. Арқасы бар ма, не біле? Мен өтініш дастархан басынан орын алыңыздар. Мына жақ айтқанда, мына жақ жағаласпаймыз. Давайте, еңсеміз түспесін. Аз екенбіз демеңіздер, жай-жай көбейіп басыздар. Сіздерге де шәмші атамыздың әні. Кетті болай болса. Жібер! Аңсаған бақытым сияқтанып, айтуып келеді сияқтанып. Бұл месте! Жол жаққа Жол жаққа Қараймын сен жоқсың. Ой, тамаша, браво! Рахмет! Братан, сен сатқан екенсің ғой? Екі арада жүре береді екен, братан, кәдімгідей бар ғой сіз? Мына жақта да жүре береді екенсіз. Братан, жақсы. Ау, сіздер енді бәріңіз білетін ән ғой. Достар әнін бірге айтайық кішкене. Кеттік олай болса.
Жібер есен аға. Достар әні жоғар жақта еді ау деймін. Я, кетті қалай басқа. Өткіз жасайсыз болады. Достардың әнұранына айналған ән ғой кәдеге. Достар қайдасыңдар? Ағайлар бірге айтсаңыздар болады. Бисмилля, братан. Рахмет. Братан, сен 200 екесің кәдімгі? Давайте, мұнан жоғардағыларға, жандарым, аман болсын, достар, жасай беріңіздер. Қалай құтты болсын. Рахмет, мен жаңа айттым ғой, мына айтқан кезде сіздер айтпаңыздар. Әйтпесе президент күштісі мына жаққа кетіп қалады. Хорошо? Олай болмайды негізі. Так, енді сіздердің білетін әндеріңіз ғой. Бәріміз кезінде тыңдаған әніміз Қызыл өрік деген ән білеміз ғой, я? Хит болған ән ғой. Давайте бірге айтамыз. Я, бірге айтатын жерінде бірге айтамыз. Жібер олай болса, есен аға асық жағында етші. Дайындаламыз сол қанат, Ақылбек Жеменейдің Қызыл өрігін бірге айтамыз кәнекей. Ал, жібер есен аға. Барадау дейм асық жағында сол. Ой, рахмет. Мына әшеме берейінші, арқасы бар ма бір нәрсе ғой. Құтты болсын. Жұғысты болсын. Енді осылайға арасында белсене қатысып отқандарға. Ал, о братанға кейін сөйлесеміз той өткен соң. Давайте, ал, құрметті жақсылар, не дейсіз Айбек аға? Сөз бер дейсіз ба? Я, жарайды онда. Сыйлықты сосын таратамыз онда. Дәл осы жерден ойынның қайырмасын қоя тұрамыз. Асығыс екен апайларымыз. Дәл осы көңіл күйде ұлағатты ұстаздарымыз ордаға шақырамыз. Пән мұғалімдері Гүлбара Маржан Қалдыбек, Жанар Сапар Әділ есімді ағай апайларымызды. Әрине біздің мектебіміздің директоры Юсупов Ержан Мырзанды қоса шақырамыз. Қарсаламыз, ән саламыз кәнеге. Ағай апайлар, билеп келген ағай апайға приз беремін. Билеп келген жағдайда ғана. Кәнеге, ортаға келеміз.
басқа біздің пән мұғалімдер көрінбейді. Басқаларымыз қайда? Біраз ағай апайдың есімін атап едік. Жарайды, орта толсын, армысыздар, бармысыздар, ассалаумағалейкум. Қош келдіңіздер. Есопов Ержан мырза шықты ма екен ортамызға? Ержан мырза, сіз боласыз ба? Тағы да басқа пән мұғалімдері деп шақырып едік. Сыртта жүрген болса, дастархан басына қалып қойған болса, шақырыңыздар. Енді әйел азаматшылардан бастайық, апайларымыздан бастайық. Апай, тілегіміз қабыл, мұратымыз асыл болсын. Әдемі тілек өзіңізден болсын. Апай, мінекей, микрофон сізде. Рахмет айналайын. Құрметті менің шәкірттерім, 20 жылдық мерекелерің құтты болсын. Денсаулықтарың мықты болсын. Сендердің керемет азаматшалар болып өскендерін көріп қуанып тұрмын. Сендер жетістікке жетсеңдер шынында естіп қуана отырамыз. Бұдан да биік белестерді бағындыра беріңдер. Бізден неғұрлым артып, өскен сайын біз қуана береміз. Біз кішкентай болса да сендерге үлес қостық деп. Әрқашан осындай жайнап, жадырап, әдем болып жүре беріңдер. Дастархандарың тек жақсылыққа жайылсын. Қуаныштарыңа ортақтасып, аман есен жүре берейік. Барлықтарың аман болыңдар. Қайырлы кеш, құрметті мынау 2005 жылғы болу керек. 2005 жылғы мектепті бітірген түлектер 1988-89 жылғылар бірге қосылып оқыған шығар. Мынау енді қазіргі таңда елімізде осындай бір тойдың тағы да бір дәстүрге айналған 20 жылдық болып қалды ғой қазір. 20 жылдық тойларыңыз құтты болсын. Барлықтарыңызда осы ұйымшылдықтың, ауызбіршіліктің арқасында бүгінгі мына дастархан жайып, ұстаздарыңызға, өздеріңізге, мына құрдастарыңызға барлықтарын шақырып, дастархан жайып, шай беріп жатқан жағдайларыңыз бар екен. Тойға ұласып, Құдай қаласа, бұдан да үлкен дастархандардың бастарында кездесіп жүре беруді Алла нәсіп ете берсін. Мына 20 жылдық мереке тойларыңыз тағы да құтты болсын. Сіз біздіктеріңіз ажырамастан денсаулықтарыңыз мықты болып, барлықтарыңыз өмірде өздеріңіздің орындарыңызды тауып, Құдай қаласа мынау енді осыдан басталады ғой, тойға шақыру, құдандалы болу, қыз ұзату, келін түсіру деген сияқты үлкен тойларда бас қоса берулеріңізге тілектеспіз. Айтқандарыңыз айдай келсін, тілеулеріңіз қабыл болсын. Құдай қаласа жұмыстарыңызға әрине тек қана табыс тілейміз. Нұрлы таңдар мен шуақты күндерге дәл осындай қуаныш деп, той деп қадам баса беріңіздер. Дала дәнге, өріс малға, үйіміз жанға толсын. Рахмет сіздерге, сіздерге деген шәкірттеріңіздің сый-сияпаттары қабыл алыңыздар. Производство ағайын шапала! Стоп! Екі апайымыз қуанышымызға себептермен келе алмай қалды. Гүлбарам апай және Жанар апайларға. Алып барып бересіздер ғой, аманат сіздерге. Тақ бауыр басып қалмаңыздар, хорошо? Бауыр басып қалып, бергіңіз келмей, өтірік ауырып қалып, өтірік Ташкентке кетіп қалмаңыздар. Ал, суретке түсіп алыңыздар кәнекей. Әдемі болып, біз болып, сіз болып, жарқыраған жүз болып. Кәнекей, паспорт емес естелік үшін фотографтерге іздеп саламыз. Кәнекей, бауыртай. Біреу айтқан екен, әй, бауырым тез-тез тұршы. Ішімді тарт тұра беріп, бетім қызарып кетті деген екен. Асықпай жылдам-жылдам суретке түсіріп алайық. Рахмет, ағай апайлар. Билейсіз ба, апай? Жарайды. Рахмет, дастархан басынан жақсы адам қасына орын алыңыздар. Давайте, 6 жігіт ортаға шықсыншы, 6 еркек шықсыншы ортаға. Мен А класс, С класс, Д класс деп бөлмеймін. Келе бер, брат, келе бер. 6 еркек келсін ортаға. Тек еркек деп жатырмын. Өзін еркек санайтындар. Бар ма? Бір еркек шықты. Атын кім? Жомарт! Жайсек, естейік құлан. 89-дардан, қонақтардан, күйеу балдардан, күйеу балдардан шықсында. Қыз жақтан келгендер бар ма десең да? Бар ма? Қыз жақтан келгендер, күйеу балдардан. Аты кім? Танымайсың ба? Кім? Жақсылық. Жарайды, үшеу болды. Стоп. Не дейсің, братан? Шағырай деген. Кім? Шағырай деген күйеу балдар. Атын атап шақырамыз ау деймін. Шықпайық жота. Нұрғанат шақырмыз, Нұрғанат. 4-5 болдық. Ассалаум. Жоқ, қоя беріңіз аға. 6 келе беріңіз аға. Ассалаумағалейкум. Болды, шілей көйіп кеттік, негізі бар ғой. Ассалаумағалейкум көке, қалайсыздар? Келсеңші. Ал, болды, күйеулерден шықты ма? Ал, братан. Маған сән ғой шешесін, оның бәрі ше. Бір көп қасқырда қылқындырып өтіп. Сиқыр ма, брат? Аны дейсің?
Бекжан негізі адам тоңып қалды ше, болды негізі. Бар ма? Бекжан бар ма? Күйеу ма ол? Бекжан өзінің аты Бекжан екен білем ма? Бекжан сенің атың Бекжан, келесің ба? Бекжан, кеш ортаға. Рахмет. Бізде еркектерді зорламайды. Еркектерді зорламайды абайда. Так, кім шығады? Жоқ, болады, несе, бесеу болдық па? Шықсын да? Бар ма күйеу балдардан өз еркімен шығатында? 87-лерден біреуін сәл Сабыржан есімді. Сабыржан. Сәтан ба, Сабыржан ба? Екеуі де кесінде онда, братжан, кеш ортаға. Ассалаумағалейкум. Аға, қалайсыздар? Жағдай жақсы ба? Амансыздар ма? Қуаныш өзіңізге ғой. Давайте, неше болдық? 6 болдық па? Өз еркімен шығатын бір адам бар ма? 89-лардан біреу шықсыншы. Кім шығады, братан? Сіз қатысасыз ба? Болды, ассалаумағалейкум, братан. Так, сәл кең болып тұрайықшы. Сәуле, магнит бар ма? Бәрін тартып аласыз. Так, братан, қандай жемісті ұнатасың? Алма. Саған? Ойланбасай, любой бір айтасыз. Алмұрт. Алма, алмұрт. Жүзім. Сізге? Манарин. Сізге? Өрік. Сізге? Қауын. Қауын кеп тұр өзі. Сізге? Пиво алындай емес. Жоқ, жеміс жидектерден. Банан ба, қандай жеміс? Пиво деп айтып ғой. Жоқ, қандай жеміс жидек, фрукты. Анау пиво істелетін, бидай дейсің. Ашыған нан десе болды. Так, братан, сіздерге қандай жемістер ұнайды деп айттым ғой. Сол жеміске ұқсайтын бір қыз әкеңдерші ортаға. Кетті бұлай болса, давайте, кет, іске көшеміз. Кет. Давайте, сол жеміске ұқсайтын бір қыз әкеңдер ортаға. Сол жеміске ұқсайтын бір қыз әкеңдер ортаға. Яғни бізде уақыт жоқ. Үш жұп, 4 жұп, 5 жұп болды. Анау көндіре алмай отыр. Братан, сен табылмайтын нәрсені айттың ғой, ашыған нан дедің. Ашыған нан. Келіңіздер, так, әркім өзінің жұбының қасына тұрсын. Давайте, братан, сіз алмаға ұқсайды дедіңіз ба? Алмаға ұқсайды? Алматының апортындай әдемі. Алмұрт. Кеп тұр өзі алмұртқа сіз. Жүзім беді, сізгі алмұрт, сіздікі мандарин, сіздікі өрік, қауын. Что-то, жан, өзі әппақ екен. Ничего, давайте, бұлай жасаймыз. Командаға ат қоямыз. Командаға ауыл, аймақ, қала, көше, магазиннің аты да болады. Екеуіңіз қандай топ боласыздар? Астана командасы. Екеуіңіз қандай команда боласыздар? 88-дер. 88-дер. Астана, 88-дер. Сіздер? Алматы. Алматы. Сіздер? Шымкент. Сіздер? Сұңқар командасы. Екеуіңіз? Жетісайдан сіз ба? Өзіңіз екенсіз. Сіз екеуіңіз қандай команда боласыздар? Бидай командасы. Не деген логика? Бұлай жасаймыз, сәл кең тұрайықшы. Кең тұрайық. Мен Есен аға сізге айтпаймын, мынандай музыка қой депші. Білгеніңізді істесеңізші, короче. Мен қай команданы айтам, сол команда ортаға шығып, музыканы ырғағына қарай билейді. Мен сол бір әннің ішінде бүкіл команданы би жарыстырамын. Бір әннің ішінде қай команданы айтамын, сол команда ортаға шығады. Ал алдыңғы команда орнын босап береді. Бірінші ведешкім шығармай қойшы, бізде бірінші бастап беретін. Әрине, Астана командасы бастайды. Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талса да. Группа поддержки, шапалақ қайда? Шаршамай, аяқ қолың талса да. Шолқынып бір билейін, жан шығарып орса. 88-дер командасы. Орын босатамыз, Астана, орын босатамыз 88-дерге. Местаға қайтамыз, местаға. Алматы командасы, Алматы! Көңіліңді байқайын, әнді шырқап айтайын. Бәрі тұрып билесін, шаршама тек шаршама, аяқ қолың талса да. Шымкент командасы, Шымкент! Шаршамай, Алматы орын береміз.
Орнымызға жайғасамыз. Алматы, Шымкентке орын береміз. Байқа, братан. Сұңқар командасы. Қыздар қайдасың, жүрек сені аңсамай. Жетісай командасы. Жүрегіңіз мен десе, қарап тұрмай ендеше. Билеңіздер шаршамай, билеңіздер шаршамай. Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талса да. Жұлқынып бір билейік, шаң шығарып ортада. Шаршамай, аяқ қолың талса да. Жұлқынып бір билейік, шаң шығарып ортада. Бидай командасы. Стоп. Бол, брат, финалға күшің сақтасай. Қайт. Так, көрдіңдер ғой, дәл осылай. Енді алар шашақ қаған шарсәл демалып алсын. Бұлай қарай жайлап шығыра береміз. Есен аға, қиындата бер. Бізде бастайтын бидай командасы бастайды. Кетті болай болса. Келесі. Кеттік. Группа поддержки кәнеге. Қолда қуат отырамыз кәнеге. Жетісай! Кетті болай болса. Жетісай! Қауын қайтамыз. Бидай қайтамыз.